Антропометриялық өлшеу дағдысын бағалау. Қолын жуды. Пациентке өзін таныстырды. Сәлеметсіз бе? Мен дәрігер Иманбетова Құралай Амангелдинамын. Пациентке процедураны түсіндірді. Мен қазір сіздің балаңызға антропометриялық өлшеу жүргіземін. Пациенттен процедураны жасауға келісім алды. Сіз рұқсатыңызды бересіз бе? Антропометриялық өлшегіш құралдарын дайындап алды. Бой өлшегіш, сантиметрлік өлшегіш, салмақ өлшегіш. 1 жасқа дейінгі баланың бойын өлшеді. Ол үшін баланы қолға алып, бой өлшегішке жатқызды. Басын арнайы планкаға жеткізіп, бүгіліп тұрған тізені жазып, аяқтың келген жерін өлшеді. 1 жасқа дейінгі баланың салмағын өлшеді. Ол үшін таразыны дайындап, қосып, 0-ге келгенін күтті. Баланы таразыға жатқызып, салмақ көрсеткішін алды. Бас айналымын өлшеді. Ол үшін сантиметрлік өлшегішті алып, баланың бас сүйегін, шүйде сүйегінің шығыңқы бөлігін айналдыра алып, қас үсті сызығынан қосып өтті. Кеуде айналымын өлшеді. Ол үшін сантиметрлік өлшегішті баланың жауырын сүйегі төменгі сызығының астынан емшек ұшы сызығынан алып өтті. Қорытындыны анасына айтып, арнайы карточкаға толтырды. Балаңыздың бойы 75 сантиметр, салмағы 10 килограмм, бас айналымы 42 сантиметр, кеуде айналымы 44 сантиметр.